тау көтерген толағай. Бұрынғы өткен заманда үлкен өзен бойында Саржан деген аңшы өмір сүреді. Жылдар жылжып, күндер өткенде оның әйелі Айсұлу өмірге ұл әкеліп, қуанған әке-шеше дүркіретіп той өткізіп, балаға Толағай деген ат қояды. Толағай ай санап емес, күн санап өсіп, 4 жасында нағыз батырға айналып, 7-ге келгенде белдесуге шақ адам табылмайды. Әкесімен бірге аңға шығып, атақты аңшыға айналады. Бірде олардың мекеніне жұт келіп, жауын жаумай қуаңшылық болады. Шөлден мал қырылып, адам өледі. Күннің ыстығынан киіз үйді паналап, анасымен әңгімелесіп, Толағай одан жаңбырлы жерді сұрайды. Анасы таулары аспан тіреген жер жанаты Тарбағатай жайлы ұзақ әңгімелейді. Ол көп жүріп, шыңдарын қар басқан асқар тауларды тауып алып, биік тоғайлы, құстары сайрап, төбесін бұлт жапқан бір ғана тауды ұнатады. Ол осы тауды құшағына алып қатты ырғайды да арқасына салып кері еліне қарай қайтады. Ол шаршамай ұзақ жүреді. Халық жылжып келе жатқан үлкен тауды көреді. Оны көтеріп келе жатқан Толағай екенін де біледі. Найзағай ойнап, күн күркіреп, жауын селдетеді. Халық Толағай деп ұрандап, қуанышпен қарсы алады. Қуарған шөп көтеріліп, жан-жануар мөңіреп, азанап шулайды. Шаршаған батыр тау астынан шыға алмай, апа деген жалғыз бір ауыз сөзге ғана шамасы келеді де, мәңгі тау астында қалады. Бақытты ана айқайлы жылауылға басады. Халық қайғы жамылып, тау да бұдан шыдай алмай көзінен жас бұлақ болып ағады. Содан бері бұл тау Толағай деп аталады. Осы